Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 121 сабақты өтеміз. Оқулықтың 134-135 беттері. Балалар, бүгінгі сабақты бастамай тұрып, әуелі каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және жанындағы колокольчикті басып қоямыз. Олай болса, балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Бөлімі 42 болатын дұрыс бөлшек және алымы 42 болатын бұрыс бөлшек жаз. Мысалы, біз біріншісін бөлімі 42 дедік, дұрыс бөлшек, демек алымы 42-ден кіші сан болу керек. Мысалы, біз 39 деп алдық. Екіншісінде алымы 42 болатын бұрыс бөлшек жазайық. Демек алымы 42 болса, бөлімі одан кіші сан болу, яғни 42-ден кішкентай сан болу керек. Біз 19 деп алдық. Келесі, бүтін және бөлшек бөліктердің қосындысы түрінде кез келген аралас санды жаз. Демек, бүтін деп отқанымыз бұл жерде 5, 7-1 деп отқанымыз бөлшек. 5 пен 7-1-дің қосындысы 5,7 деп біз аралас сан жаздық, оқушылар. Екінші тапсырма, салыстыруды орындаймыз, яғни бұл бізде өзіңді тексер қайталау сабағы. Бұл жерде қараймыз, бөлімдері бірдей, екеуінде де 25, бірақ алымдары әртүрлі. Демек, қайсында алымы үлкен сан, сол үлкен болады. Үшінші тапсырма, теңдеуді шеш. Бұл жерде бізде күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырдық. Ол үшін, балалар, бұл жерде қарап отырсаңыз, бөлімдері бірдей, алымдары әртүрлі. 130-дан 60-ты азайтқан кезде 70 шықты. Сосын 70-тен 50 азайтқан кезде балалар 20 шықты. Демек, 670-те 20. Енді орнына қойып тексерек. 670-те 130 азайту 670-те 60 тең болады 670-те 70. Одан 670-те 20 азайтсақ, тең болады 670-те 50. Дәл осылай балалар орнына қойып тексереміз. Төртінші тапсырма, мәтін есеп. Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерге талдау жасай аламын және шығарамын. Керек есептер құрастырамын және шығарамын. Таспадан 12 метр кесіп алынды. Бұл оның барлық ұзындығының 3-тен 2 бөлігін құрайды. Таспаның жалпы ұзындығы қандай? Оны табу үшін балалар біз алымына көбейтіп, бөліміне бөлеміз. Сол кезде таспаның ұзындығы 18 метр шығады. Енді осыған әсіне керек есеп құрастыру керек. Енді балалар орнына қойып тексерейікші. Мысалы, бізде таспа белгілі, бізден қанша метр кесіп алынғаны сұрап тұр. Бізден сонда былай жалпы ұзындығы 18 метр дейміз. Әсінде оның 3-тен 2 бөлігі кесіп алынды. Демек 18-ді 3-ке бөлеміз. 6 шығады. 6 мен 2-нің көбейтіндісі, бұл жерде 2 деп отқанымыз алымы. Демек 12 метр кесіп алынды. Соңғы сабақ, балалар, қатені түзет. 1 сағаттың 3-тен 2 бөлігі дейді біріншісі. 1 сағатта 60 минут бар. Соны 3-ке бөлсек 20 минут, 20-ны 2-ге көбейтсек 40 минут. Демек біріншісі қате. Екіншісінде былай дейді, тәуліктің 4-тен 2 бөлігі. 1 тәулікте 24 сағат бар, оқушылар. 24 сағатты 4-ке бөлсек 6, 6-ны 2-ке көбейтсек 12 сағат. Демек, кітапта екіншісі дұрыс шыққан екен. Үшіншісі, тоннаның 4-тен 2 бөлігі 500 килограмға тең деген. Мысалы, 1 тоннада 1000 килограмм болса, 1000-ды 4-ке бөлеміз. 250, 250 мен 2-нің көбейтіндісі 500 килограмм. Демек, оқулықта балалар үшіншісі дұрыс жазылған екен. Енді ең соңғысы, центнердің 5-тен 2 бөлігі 4 килограмға тең дейді. Егер 1 центнерде 100 килограмм болса, 100-ді әуелі біз 5-ке бөлеміз. 20 шығады. 20 мен 2-нің көбейтіндісі 40. Балалар, сонда біріншісі мен төртіншісі оқулықта қате кеткен. Сіздерге балалар жаңа сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.